Пойызда болған ынтық сезім. Пойыз терезесінің сыртында қап-қара түн ызғары соғып тұрды. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, лайк басып комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Астанадан шыққан жүрдек пойыз рельс бойымен бір қалыпты гүрсілдеп алға қарай ұмтылды. Дәліздің шамдары сөніп, тек купелердің есік алдынан түскен әлсіз сәулелер ғана ұзын дәлізді көмескі жарықтандырып тұрған уақыт. Түнгі сағат 2. Бұл 4 кісілік купеде тек екеуміз ғана қалған едік. Алдыңғы станциядан түсіп қалған егде тартқан ерлі-зайыптылардан кейін ішім мүлде тынышталып, бұл жай ғана оңашалық емес, ауасы қорғасындай ауыр, әрбір тыныс алысын естілетін ерекше бір үнсіз түн еді. Ол қарсы алдындағы төмендегі сөреде отыр. Үстіндегі жұмсақ қою көк түсті тоқылған жемпір. Үстінде шашы сәл тарқатылып иығына түскен. Оның маған қарай бұрылып отырғанына біраз болды. Бірақ екеуміз де тіл қатпадық. Тіл қатпау сөйлесетін сөздің жоқтығынан емес, керісінше іштегі сезімнің көптігінен, оны сыртқа шығарудан қорыққандықтан басталған үнсіздік еді. Мен терезеге қарап отырғансып, оның жүзіндегі әрбір өзгерісті көз қиығымен бақылап отырдым. Терезе әйнегінен сыртқа әлем көрінбейді. Тек біздің купенің іші, үстел үстіндегі 2 кесе суып қалған шай және оның маған қатылған жанары шағылысады. Оның жанары бұл жай ғана қарау емес еді. Ол маған қалай ынтыға, қалай құмарта қарап отырғанын өзі де байқамайтын секілді. Немесе керісінше, оны маған әдейі сездіргісі келді ме? Адамның біреуге ынтық болғанын білу үшін сөздің керегі жоқ екенін мен дәл осы түні түсіндім. Оның маған деген ынтызарлығы купе ішіндегі тығыз ауамен бірге өкпеме кіріп, жүрегімді жиірек соқтыруға мәжбүр етті. Ол маған қарай сәл еңкейді. Бұл қозғалысы өте баяу, тіпті байқалмайтын деңгейде болса да, мен оның денесінің әрбір бұлшық етінің маған қарай ұмтылып тұрғанын сездім. Оның қолы үстелдің үстінде жатыр. Саусақтары ақ шай кесенің жиегін сипап, жүйкесінің жұқарып отырғанын білдіргендей сәл дірілдейді. Мен де орнымнан қозғалмадым. Бұл біздің арамыздағы жазылмаған ережесіз ойын секілді еді. Кім бірінші сөйлейді, сол жеңіледі. Немесе кім бірінші болып бұл сезімді мойындайды, сол қорғансыз болып қалады. Поезд кілт сілкініп бағытын өзгерткенде үстел үстіндегі қазық сыңғыр етті. Осы бір дыбыс бізді бір селдеткізгендей болды. Ол көзін тайдырмастан маған тіке қарады. Оның қарақатындай үлкен, терең көздерінде сондай бір сағыныш, сондай бір шексіз құштарлық пен белгісіздіктен қорыққан үрей араласып жатты. Ол көздер маған, сен мұны сезіп отырсың ба, менің саған қалай ұмтылып тұрғанымды білесің бе деп айғайлап тұрғандай еді. Оның маған деген ынтызарлығы жаңа ғана пайда болған дүние емес еді. Бұл біздің соңғы бірнеше ай бойы айтылмай, ішке бүгіп келген сырттай сыпайылық пен кәсіби шекараның артына тыққан сезімдеріміздің жанартаудай жарылу алдындағы сәті болатын. Біз бұл сапарға бірге шығамыз деп жоспарламаған едік. Бірақ тағдыр бізді осы бір тар купеге, осы бір үнсіз түнге әкеліп қамады. Уақыт жылжып жатты. Пойыз бір қалыпты гүрсілдейді. Дук-дук, дудук-дудук, дудук-дудук. Бұл дыбыс біздің жүрегіміздің соғысымен үндесіп кеткендей. Коридорда біреудің баяу басқан қадамы естіліп, қайта тынды. Купе ішіндегі жартылай қараңғылық біздің жақындығымызды одан сайын арттыра түсті. Ол терең тыныс алды. Жемпірінің жағасын сәл босатып, басын артына тастап, сөренің арқалығына сүйенді. Бірақ көзі әлі де мендей. Оның еріндері сәл ашылып, бірдеңе айтқысы келгендей жыбырлады, бірақ дыбыс шықпады. Ол өзін тежеп отырды. Мен оның ішкі арпалысын өзімен өзі қалай күресіп жатқанын анық көрдім. Бір жағынан ол маған
жақындағысы келеді. Бұл оның бүкіл болмысынан, маған қарай бағытталған дене бітімімен, көзқарасының отынан көрініп тұрды. Екінші жағынан ол біздің арамыздағы шекараны бұзудан, соның салдарынан қорқады. Оның ынтықтығы маған жұқты. Мен де оған қарай ұмтылғым келді. Оның жұмсақ шаштарынан сипап, мен бәрін білем, бәрін сезіп тұрмын дегім келді. Бірақ бұл үнсіздік тым әдемі, тым қымбат еді. Оның дөрекі сөзбен немесе асығыс қимылмен бұзып алудан қорықтым. Ол кенет қолын алға созып, үстел үстінде жатқан кітапты жайлап өзіне қарай тартып парақтай бастады. Ол менің кітабым, бірақ ол кітапты оқып отырған жоқ еді. Оның саусақтары беттерді парақтағанымен көзі парақтағы әріптерді емес, менің саусақтарымда болды. Біздің қолдарымыздың арасы небәрі 10 сантиметр болды. Осы кішкентай ғана арақашықтық біз үшін тұтас бір мұхиттай көрінді. Түн жарым ауғанда сыртта жаңбыр сіркіреп бастады. Ол артынан жайлап тұрды. Мен иығымды сәл жиырып, оның не істейтінін күттім. Ол жоғары сөреде тұрған көрпесін алуға ұмтылды. Ол жоғары созылғанда жемпірі сәл көтеріліп, белі көрініп қалды. Оның әрбір қимылында қандай да бір ішкі толқыныс пен нәзіктік бар еді. Ол көрпені алып, орнына қайта отырды да оны тізесіне жапты. Бірақ бұл жолы ол маған бұрынғыдан да жақынырақ отырды. Арамыздағы қашықтық қысқарды. Салқын екен, деді ол ақырын ғана. Бұл оның осы түндегі бірінші сөзі еді. Оның дауысы сәл қарлығып, ерекше бір барқыттай жұмсақ естілді. «Иә, түнге салқындайды», деп жауап бердім. Мен де даусымды шығармай. Осы екі ауыз сөзден кейін қайтадан үнсіздік орнады. Ол маған тіке қарап, көрпенің астынан қолын шығарды да үстел үстіне қойды. Бұл жолы оның қолы менің қолыма мүлдем жақын келді. Мен шыдай алмай, саусақтарымды оның саусақтарына жақындаттым. Біздің торғайдай дірілдеген саусақтарымыз бір-біріне тиген сәтте денеме тоқ жүргізгендей болды. Ол көзін жұмды. Сосын терең тыныс алып, менің қолымды қатты қысты. Бұл оның маған деген шексіз ынтызарлығынан, айтылмаған махаббатының ең жоғары нүктесі еді. Ол менің қолымды ұстап, өзінің бүкіл болмысын, бүкіл жан сырын маған беріп қойғандай болды. Оның алақаны ып-ыстық екен. Ол осы бір ыстық деммен алақанның бұзылуы арқылы мен оның маған қалай ынтық екенін сезіндім. Біз осылай қанша отырғанымызды білмеймін. Сағат тілі ілгері жылжып, терезе сыртындағы тас қараңғылық біртіндеп сұрғылт тартты. Көкжиектен таңның алғашқы сәулелері көріне бастады. Пойыз жылдамдығын бәсеңдетіп, үлкен бір станцияға жақындап қалғанын сезіндірді. Ол көзін ашып маған қарады. Жүзінде жеңілдік пен шаршау араласқан әдемі күлкі пайда болды. Ол менің қолымды жайлап босатты да шашын түзеді. «Не үшін?» «Рахмет, не үшін?» деді ақырын ғана. «Осы түн үшін, мені үнсіз ұққаның үшін». Пойыз вокзал перронында тоқтады. Купе есігінің арғы жағынан жолаушылардың дыбысы, жолсеріктің дауысы естіле бастады. Біздің сиқырлы үнсіз түніміз аяқталды. Ол өз заттарын жинай бастады. Мен де оған көмектестім. Біз пойыздан бірге түстік. Перрондағы адамдардың қарбаласы, суық таңғы ауа бізді бірден кәдімгі өмірге қайталап келді. Бірақ екеуміз де білетінбіз, бұл пойыздағы купеде болған үнсіз түн және оның маған деген сол бір жадымызда жасырын лаулаған ынтызарлығы біздің жадымызда мәңгі қалады. Біз ештеңе айтпадық, бірақ бәрін де түсіндік, деп кейіпкер әңгімесін аяқтайды. Сенің болған өмірден алынған арнасы тек қана өмірде болған оқиғаларды ғана жариялаймыз.